Салангани асқабақ рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 300 грамм сиыр етінен жасалған фарш, асқабақ 150 грамм, жұмыртқа 1 дана, 150 грамм пияз, 75 грамм аршылған сәбіз, 3 ас қасық сары май, 100 мл күнбағыс майы, 2 ас қасық кетчуп және тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы дайындау үшін бізге қажет: фаршқа 75 грамм пияз қосамыз, асқабақ, жұмыртқа, сары май. Мұның барлығын тұз бен бұрыш қосып, мұқият араластырамыз. Фарштау алдында өнімнің орамын жай ғана бір-бірінен ажырата отырып, салманы тығыз салуды жалғастырамыз. Нәтижесінде фаршпен тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, орнықтырады. Биік таба ыдыста күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған 75 грамм пияз бен ұсақтап туралған сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Кетчуп қосамыз. Сонан соң дайындалған қормаға саланганиді тігінен бір-біріне тығыз орналастырып, оның жоғарғы деңгейіне дейін абайлап, қайнаған ыстық су құйып, тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 5 минут күшті отта, 7-10 минут қақпағын жауып, бәсең отта қайнатамыз. Салангани тағамын абайлап, түбінен демей отырып салыңыз. Дастарханға ыстық күйінде балғын немесе маринатталған көкөніспен, талғамыңызға қарай кетчуппен, майонезбен немесе тұздықпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.